зияткерлік мектебінің оқушылары мен ұстаздарымыз, құрметті оқушылар, балапандар. Кеше 1 маусым балаларды қорғау күні болды. Біздің мектепте әлеуметтік жоба, яғни сондай жоба жұмыс жасайды. Яғни біз айналысамыз қайырымдылықпен, мынау әлеуметтік жоба деген өздеріңіз түсініп отырсыздар. Міне сол мақсатта интернеттен сіздердің мекен-жайларыңызды тауып, осы балаларға біздің балалардың мүмкіншіліктерін көрсетіп, бізде өнер пәнінің мұғалімі Ләззат әпке, Масанова Ләззат әпке түсіндіреді. Өнер пәнде негізі көбінесе жоба жұмысын жасайды да, балалар жоба жұмысы. Балалар жасаған жұмыс болашақ қала деген. Осыларды сіздерге сый ретінде алып келдік, балаларға жұмысты. Ал енді бізде кружоктар өтеді, сол кезде мынандай болашақ қала деген сіздерге көп рахмет. Балаларымыз келіп әкеліп кішкене болса көңілдерін аулап, бір көңілдеріңізді бөлгендеріңіз үшін сіздер сияқты біздің республикамызда мақтан ететін балалардың болғанына біз де қуанамыз. Енді біз де сіздерге естелік ретінде біздің балалардың өзінің қолымен жасалған, тура осындай еңбек сазбен жасалған жұмысты беруге рұқсат етіңіздер. Кішкене де болса сіздерге бір естелік болсын, қолдармен жасалған жұмысты беріңіздер.